Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Жалпы ZepWorks бағдарламасында қалай QR-кодты жандандырамыз. Оның үшін біз осында бірінші тіркеліп аламыз. Мен қазір тіркеліп қойдым. Сайтқа басынан кіріп, мына жерден авторизацияны басып, тіркеліп, Google аккаунтпен кіргеннен кейін осында бет ашылады сіздерде. 2 аптаға пробный версия береді. Бұл яғни ZepWorks бағдарламасы арқылы барлық пән мұғалімдері өздерінің көрнекіліктерінің қасына QR-код қойып, соны жандандырса болады. Онда қалай жасаймыз? Оның үшін мына жерден новый проектті таңдаймыз. Мына жер дизайнер бойынша таңдап жалғастырамыз. Одан кейін мына жерде открыть дизайнер деген болады. Соны басасыздар. Басқаннан кейін осындай ашылады. Қазір сет жақсы болса тез ашылады. Соның ішінде отслеживание изображения деген таңдаймыз. Таңдағаннан кейін осы отслеживание изображения таңдаймыз. Осындай бет ашылады. Мына жерде силовое изображение таңдайсыздар. Flat деген таңдаймыз. Next'ті басамыз. Браузер арқылы кіріп, мысалы мен конус деген тақырыпқа жасайтын болсам, конус деген таңдаймыз. Таңдағаннан кейін осындай бет ашылады. Мына жерде конфирм батырмасын басамыз. Сет жақсы болса тез қосылады. Сет нашар ма, жай істеп тұр. Так, ары қарай бізде бағана элементіміз түсті. Түскеннен кейін былай жатқызсақ болады, әріптестер. Астына қарай. Немесе мына жерде плоский деген бассақ, жатады сурет. Сол уақытта мына жерде конус туралы анықтамаларды, видеоларды қоссаңыз болады. Мысалы, мен видеосын салам. Конус туралы видеоны мен сақтап қойғам. Сіздер мына жерден қосып, видеосын мына жерге өздеріңіз файлдан прикрепить етсеңіздер болады. Мына жерде мен конусты қоямын. Select файл. Қойғаннан кейін мына батырмай айналдырып, қимылдап не қылады. Мынаны сәл жатқызып қоямыз. Қазір екеуі қосылып кетті. Бірін алып тастауымыз керек. Бірін алып тастайық. Екеуі өшіп қалды. Мына былай бассақ, былай түсетіне. Мына былайынан көретін болсақ, ортасына қойып алайық. Мынандай батырмамен кішірейтсек болады. Әрі қарай былай жылжытып, ортаға қойсақ болады. Сонымен былай айналдырып көретін болсам, тігінен тұрып, осыны былай жатқызсақ болады, әріптестер. Осылай жатқызып қойсақ болады. Мен қазір бір видеоны көрейін, қысқаша видео болған үшін. Бір видеоны қалай түсіру керектігін көрсеттім. Мынаны айналдырсам, осылай тұрады. Енді мына жерге тағы қоссаңыздар болады, тағы видео анықтамасын, тағы формулаларын қойсаңыздар болады. Осыны көрген уақытта QR-кодпен ашылады. Қазір осыны жіберіп көрейік, публиковать етіп көрейік. Публиковатты басқан уақытта бізде осындай мына жерде мегабайтты көрсетіледі. Сонымен PNG форматты тартып аламыз. Тартып алғаннан кейін мына жерден ашасыздар. Осы QR-кодты бағана көрнекілігіңіздің қасына, яғни конус деген көрнекілік болады, соның қасына жабысып қойсаңыздар, осы QR-код яғни сөйлеп
көңүл сураган анықтамалардын баардыгын айтатын болады. Назарыңызга рахмет.